Сәлем қыздар, бүгін сіздермен осылай жұмсақ болып шығатын бисквитный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Мен бұл пирогты үнемі жасаймын. Өйткені бұл өте дәмді әрі жасалуы оңай. 4 жұмыртқаны алып, үстінен қантымызды салып араластырамыз. Жақсылап араластырып, үстіне сұйық майымызды қосып, миксерсіз осылай венчикпен араластыра берсеңіздер де объемы көтеріліп әдемі болады. Айранымызды қосамыз. Менде бұл домашний айран. Магазиннің айранды қолдансаңыз болады. Үстіне тұз, содамызды қосып араластырамыз. Ұнды 2 бөлікке бөліп алып, азыздан салып араластырамыз. Мінекей, менде осындай әдемі масса дайын болды. Енді тапамызға май жағып, қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіп шығады. Мінекей қыздар, бір үлкен ыдыспен осылай дайындалуы да тез, өте дәмді, жұмсақ пирогымыз дайын болды. Үстіне сахарный пудра сеуіп, осылай әдемілеп берсеңіз болады. Сізге видео ұнаған болса, лайк басып, тіркеліп, қоңыраудың басына кетіңіз.